Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет ұсақ ши бауырсақтар дайындайтын боламыз. Құрамына ешқандай сүт, жұмыртқа қосуды қажет етпейді. Менімен бірге болыңыздар. Қажетті заттарымыз жылы су, тоң май, қант, тұз, ас содасы және електен өткен ұн қажет болады. Алдын ала өлшеп дайындап алған, яғни жарты килограмм ұнымызды електен өткізіп, 1 шай қасық жөнен тұз, жарты шай қасық ас содасы және 1,5 ас қасық қантымызды салып, яғни құрақ заттарымыз салып, аздап араластырып аламыз. Және ұнымыздың ортасын ашып, қамыр илеуге ыңғайлы етіп аламыз. Жылы суымызды алып құйып жібереміз. Және алдын ала ертіп дайындап қойған тоң майымызды құйып, жақсылап қолымыздың көмегіменен қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде тоң майымыз, яғни малдың іш майының күйдіріліп, ерітіліп алынған майы, яғни кулинарлық май болып табылады. Жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың басы бірікті. Жақсылап қайтарып илеп, осындай қамыр шығады. Артық ұн ештеңе қоспайсыздар. Дайын болған тестамызды осындай пакетке салып, 15-20 минутқа қалдырып қоямыз. Арада 15-20 минут уақыт өткеннен соң, қамырларымызды қолмен жаюға ыңғайлы етіп, осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Суала жасайтын боламыз. Жарты бөлігін қамырымыз қаясып қалмау үшін пакетке салып қоямыз және жұмыс істеуге ыңғайлы етіп қамырларымызды осылай кесіп шығатын боламыз. Жұмыс жасайтын бір қамырымызды алып қалып, қалған қамырларымызды пакетке салып қоямыз. Екі қолымыздың көмегіменен осылай ұзынша етіп қамырымызды созып алатын боламыз. Барлық қамырларымызды дәл осылай етіп созып аламыз. Ешқандай оқтаумен жаюдың қажеті жоқ. Құрамына ешқандай сүт, жұмыртқа қажет етпейді. Өте дәмді болып шығатын ши бауырсақтардың бірі. Майдалап, кесіп шығатын боламыз барлығын. Қалың болып кетпесін. Өте жұқадағы жасамаймыз, орташа қылып жайып шығамыз. Барлығын дәл осылай өздеріңіз көріп тұрғандай ұсақ етіп кесіп шығатын боламыз. Бұл ши бауырсақтарымызды көбінесе біздің еліміздің шығыс өңірлерінде көптеп жасайтын болады. Барлығын осылай майлыққа немесе матаға жайып қойып қоясыздар, бетін жабудың қажеті жоқ. Майымыз қызғанша. Енді қазанымызды алып, отымызға қойып, 300 мл сұйық майымызды құямыз. Және 300 грамм осындай тоң майымызды салатын боламыз. Яғни кулинарлық майымызды салып, қазанымызды, майымызды қыздырып, аз-аздан сала отырып, ши бауырсақтарымызды пісіріп аламыз қызарғанша. Жасалу өте оңай достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осылай қызартып, пісіріп алатын боламыз. Осыменен ши бауырсақтарымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай әп-әдемі болып пісті. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шықты. Дастархандарыңызда ерекше болып тұрады әрі. Балаларға да өте жақсы жегенге. Арасы да толықтай пісіп шығады. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер және арнама тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.